2 жыл бұрын мен мектеп қабырғасында тарих пәнінен сабақ беріп жүрген қарапайым ғана ұстаз едім. Балалардың көзіндегі үмітті, болашаққа деген сенімді көріп, өзім де өмірімнің дұрыс арнада ағып жатқанына шүбә келтірмейтінмін. Ал бүгін сол бор мен тақтаның орнын ыстық тандыр мен самсаның иісі басты. Тағдырым осылайша 180 градусқа күрт бұрылды. Бұл өзгерістің артында бір ғана себеп бар еді: 9 жыл отау құрған, бар ғұмырымда арнаған жолдасымның опасыздығы. 3 жыл бойы жүрегіме күдік ұялады. Көрші қолаңның сыбырында, жұмыстастарымның жанашыр кейіппен айтқан сөздерінде естідім. Бірақ бәріне көз жұма қарадым. Арамызда бала бар. Үйреніп қалдым. Қыздай шыққан жарым ғой деп өзімді өзім жұбаттым. Сол жұбаныштармен күн кештім. Ішімде бірдеңе сынып бара жатса да сыртқа білдірмеуге тырыстым. Алайда кейбір сатқындықты кешіруге болмайды екен. Қаңтар айы еді. Демалысқа шыққан кезім. Бір апта бойы бүйрегім төмен тартып қатты ауырды. Кейде тіпті орнымнан тұра алмай қалатынмын. Ақыр өзімді жинап поликлиникаға баруға бел будым. Сол күні өмірімді түбегейлі өзгертті. Клиника дәлізінде келе жатып, аяқ астынан көзіме таныс бейне оттай басылды. Жолдасым қасында бір қыз. Алғашында сенгім келмеді. Бірақ жүрегім әлдеқашан шындықты танып қойғандай, кеудеме салқын су құйғандай болды. Ол қыз жүкті еді. Іші анық білініп тұр. Ал жолдасым оның қасында ерекше мейіріммен тұрды. Қолын әлгінің ішіне қойып сипап қояды. Көзінде мен бұрын соңды көрмеген жылық бар. Сол сәтте айқайлап шашынан сүйреп бар ішімдегіні сыртқа шығарғым келді. Қолым дірілдеп, жүрегім кеудеме сыймай бара жатты. Бірақ өзімді ұстап қалдым. Тек ішімде бір әлем қирап жатқанын сездім. 9 жылдық некем, төккен көз жасым, үмітім мен сенімім бәрі бір сәтте мәнсіз болып қалды. Сол дәлізде мен бұрынғы мен емес едім. Сол жерде менің ұстаз ретіндегі өмірім де, әйел ретіндегі аңғал сенімім де аяқталды. Бүгін мен самса пісіріп сатып жүрмін. Бұл тек кәсіп емес, бұл қайта тірі қалудың жолы. Әр самсамен бірге мен өз тағдырымды қайтадан илеп жатқандаймын. Өткенге өкпе бар, бірақ енді алға қарай жүруім керек. Себебі мен тек сатқындықты емес, өзімді де қайта табуға тиіспін. Үйге жеткенше жылап бардым. Ата-енем ылғи мені қолдайды. 9 жылдың ішінде бір ренжіскен емеспіз. Көрген білгенімнің барлығын айтып салдым. Кешкісін жолдасым келді, отбасы болып кешкі асымызды ішіп болғасын бөлмеге барып сөйлестік. Көргенімді айттым. Ол қашпады, мойындады. Сүйемін, ғашық болып қалдым деп басын төмен түсірді. Мені кетпе деп те тоқтатпады. Қалтама енем ақша салды. Баламды үйдегілер алып қалды, әбден аяқтанып кеткесін аласын деді. Балам да ата, әже бауырында өскен, кеткісі келді. Қалаға келдім, мектепке орын болмағасын жалдап тұрған үйдің жанындағы самса пісіретін киоскке көп ойланбастан кіріп кеттім. Уақытша деп кірген едім, ұзағынан қалып қойдым. Сол киосктың иесі менен 7 жас кіші жігіт. Байсалды, ер мінезді, ылғи жаны ашып жүретін еді. Қысқасы мені депрессиядан шығарған осы сары жігіт. Көп көмегі тиді. Жолдасым бермеген дәруменді осыдан алдым. Ұяшығым әбден құрғап қалған еді, тәттілеп дәруменін беріп жүр. Жақында баламды қалаға әкеліп мектепке орналастырдық. Квартирамды төлеп, тамақ суымды әперіп, айлығымды да төлеп отыр. Жақында сыйлыққа балам екеумізге телефон алып берді. iPhone емес. Себебі iPhoneға қызықпаймын, функциясын да түсінбеймін. Осылайша өмір жалғасуда, бұрын сондай ситуацияны көргенде таңырқап қарайтын едім. Ал қазір өзім бастан кешіп жатырмын. Аман болайық, бақытты болайық көрермен қауым.